Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода ауызда еритін, қамыры үгітіліп тұратын піспе нандарды дайындаймыз. Сонымен қоса бетіндегі өрнектерін ерекше әдіспен жасайтын боламыз. Ендеше бастаймыз. Ең алдымен салмасын дайындауды жөн көрдім, себебі суып үлгеруі керек. Мен салма ретінде алма және грек жаңғағын қолдандым. Салмасын қалауыңызша өзгерте отырып, бір қамырдан әр түрлі піспе нандар әзірлесеңіз болады. Бұл қамырға сүзбелі салма, немесе кептірілген өрік, мейіз, жаңғақтар секілді салмалар жақсы үйлеседі. Сонымен қоса үгітіліп тұратын рогалик дайындасаңыз болады. Алманы аршып, майдалап турап алдым. Грек жаңғағын да орташа етіп бөлшектейміз. Алмалы салманы міндетті түрде отқа пісіріп алуымыз керек. Алманы пісірмей қолданатын болсаңыз, суы ағып, қамырдың пісуіне кедергі жасайды. Алмаға пісу барысында аз ғана сары май қостым, қант қостым. Келесі кезекте даршын қосамыз, орысшасы корица. Қаласаңыз, осы жерде 1-2 шай қасық лимон суын, ваниль қантын қоссаңыз болады. Алмамыздың үстіне майдаланған грек жаңғақтарын қостық. Жалпы 10 минуттай отта тұрды. Алмадан бөлінген су тартылды, салмамыз дайын. Енді үгітілмелі қамырымызды дайындаймыз. Ол үшін електен өткізілген ұн, суық сары май, қаймақ және де сары уыз қажет. Ұнымыздың үстіне қопсытқышты міндетті түрде електен өткізіп қосамыз, тұз қосамыз, араластырамыз. Кейін тоңазытқыштан шыққан салқын сары майды ұнға ауната отырып, ірі үккіштен өткіземіз. Қазақ тілді каналымның ары қарай дамуы үшін қолдауларыңызды аямаңыздар. Тегін лайктарыңызды басып, кез келген пікір қалдырыңыз. Сұрақтарыңыз болса, пікір бөлімінде міндетті түрде жауап беремін. Ал егер жаңа көрермен болсаңыз, каналға тіркеліп алыңыз. Сары май мен ұнымызды қолымызбен әбден араластырып, крошка жағдайына дейін жеткіздік. Енді қаймақ пен сарыуызды қосып, жұмсақ қамыр елейміз. Қамырды бірден біріктіріп елеп кетпеймін. Сұйықтық қамырдың барлық жеріне біркелкі таралу үшін қолыммен жоғары төмен қимылдар жасап араластырамын. Содан кейін қамырды біріктіреміз. Илеудің қажеті жоқ, біріктірсек жеткілікті. Бұл үгітілмелі қамыр, сол үшін ұзақ уақыт илеудің қажеті жоқ, әйтпесе қатты болып қалуы мүмкін. Дайын қамырды теңдей 3-ке бөлеміз. Әрбір қамырды ұзынша етіп дөңгелектеп, әрбіреуін теңдей 10 бөлікке бөлеміз. Сонда бұл қамырдан орташа мөлшердегі 30 дана піспе нан шығады. Енді қамырымыздың әрбір бөлігін әдемі етіп қолымызбен дөңгелектейміз. Бетін жауып қоямыз, керегін бір-бірден алып жаятын боламыз. Піспе нанға әдемі ою жасау үшін осындай кетір бұтыр пышақ қолданатын боламын. Пышағыңыздағы зигзагтың көлемі үлкенірек болған сайын ою әдемірек болады. Осылай орташа қалыңдықта жайып, 2 шай қасық салмамызды салып, қамырдың 2 шетін біріктіреміз. Шығармашылық қабілеттеріңізге ерік беріңіз. Ас үйіңізде осындай оюы, рельеф бар құралдарды қолданып, әр түрлі піспе нандарды пісіріңіз. Айтпақшы, бұл піспе нандарды балаларыңызбен бірге дайындап, бірге сапалы уақыт өткізуге болады.
келесі оюды жасау үшін алдымен орташа етіп жайып алдым, кейін осындай ас үй құралын қолдандым. Мынадай әдемі өрнек шықты. Піспе нандарымызды 200 градусқа дейін қыздырылған пеште қызарғанша шамамен 25 минут пісіреміз. Осындай сүп секілді болып пісіп шығады. Қамырдың құрамында қант жоқ, сол себепті піспе нандардың үстіне қант ұнтағын себуді жөн көрдім. Құрметті көрермендерім, қанаттарыңыз талмасын, отбасы мүшелерін қуантып, осындай дәмді піспе нандарды дайындаңыз. 100% ұнайды, сіздің сүйікті рецептіңізге айналады. Дүкеннен құрамы белгісіз піспе нандарды сатып алмайтын боласыз. Видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Амандықта, жақсылықта жүздескенше.